Баршаңызға сәлем достар. Бүгін кішкентай ассистентім Азалия мен Айва қосылған меренговый пирог дайындайтын боламыз. Сәлем достар, сіздермен Азалиямен. Біздерге аямай лүпіл басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен 3 жұмыртқаны ағы мен сарысынан ажыратып аламыз. Жұмыртқаға қан саламыз, үстіне май қоямыз. Және де ванилин қосып, массамыз 2 есе ұлғайып ағарғанша миксермен араластырамыз. Енді үстіне 500 грамм ұнды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Енді беконмен араластырамыз. Қамырымызды илеп болған соң жарты сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Енді айваны орташа оқ күштен өткізіп, дайындап аламыз. Диаметрі 24 см болатын формаға қамырымызды жайып, жан-жағына бортик жасаймыз. Пешке салған кезде қамырымыз көтеріліп кетпес үшін ортасын шанышқымен кесіп шығамыз. Содан соң 180 градус қызып тұрған пеште 10 минутқа пісіріп аламыз. Мұздатылған ақуыздың үстіне 100 грамм қант қосып, миксердің жылдамдығын жоғарылата отырып, Миштимен араластырамыз. Ақуыз, яғни жасалған меренгеміз мискадан түспеуі қажет. Қамырымызды пештен алып, үстіне айваны салып, одан соң үстіне дайын болған меренгемізді құйып, 170 градус пеште 30 минут дайын болғанша пісіріп аламыз. Егер де пешіңіз тез пісіретін болса, 20-25 минутта жетіп жатады.
Міне біздің айва қосылған меренгілік пирогымыз дайын. Дайындалуы жағынан өте оңай. Тіпті менің 3 жасар қызым да оп-оңай дайындай алады. Сіздермен бірге болған Асылжан мен Азалия, астарыңыз дәмді болсын.